Армысындар, қадірменді ағайын туыстар, апалар мен аталар, көршілер мен жора жолдастар, шет елде жүргендер және отандастар. Ән мен әзіл күлкі толы әңгіме кешіне қош келдіңіздер! Достар, бұл әңгіме бағдарламасы және әдеттегідей кешімізді бастамас бұрын мен сіздерді қасымда отқан достарыммен таныстыра кетейін. Олай болса, алдарыңызда зебраның құлағында ойнайтын клавишник Ғалымжан мырза! Және де ет табақты алып келген кезде басты тек қана осы жігітке береді. Ол біздің бас гитарист Есенәлі! Және де біздің топтың ең қауіпті адамы. Себебі ол бір секундта бірнеше соққы жасай алады. Оның аты барабанщик Нұржан! Және де тобымыздың қазіргі сәтте дейтін жігіті, оның аты Нұрбақыт. Және де бүгінгі кешіміздің жұлдызды қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Алтын жүрек ұлттық премиясының лауреаты, құрмет орденінің иегері. Тек қана шет елдерде ғана емес, сонымен қатар еліміздің ән сүйер қауымына танымал Қазақстанның ең сәнді әртісі, қарсы алыңыздар, Айжан Нұрмағамбетова! Бәрекелді, және де бүгінгі кешіміздің жүргізушісі мен Тимур Умаров. Ал Айжан ханым, қош келдіңіз. Амансыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Бәрі ойдағыдай ма? Керемет, иншалла деп айтып қояйық. Машалла, машалла. Енді байқап отсам, Айжан ханым, кірген бетте байқадым негізі. Мынау мен білемін, сіз жалпы әр қашанда өтте әдемі және сәнді киініп жүресіз ғой. Енді байқап отсам, мен мынандай киімдер бізде Қазақстанда көрмеген. Бұл қай жерден аласыз негізі мынандай киімдерді? Мынау үстіңіздегі алтыннан жасалған ба, не мынау енді? Мен айта алмаймын, сөзбен жеткізе алмаймын бұл нәрсені. Байқап отсаңыз, мынау аяқ киімді қарасаңыз, Леди Гаганың бір гардеробында ең бірінші тұратын аяқ киімі сондай бірдеме сияқты негізі ше. Соны айта кетсеңіз, маған сол қызық болып тұр қазір, данный момент. Ең қызығы мінекей, мен кіргенде тек қана киімге қарайды. Әнге қарамайды, анаған қарамайды, бәріне қарамайды. Сонда әрине менің естуімше, үлкен кісілер айтады, ойбай, жасына қарамай неге киінбейді, ойбай деп сөйтіп айтады. Бір комментарий болған, сонда бір кісі жазыпты. Ойбай, жаулық киіп, намаз оқып дайындалмайсың ба деп. Сондай да сөз естігем. Жаман шықсам білмей, ойбай, кәртайып қалыпты деп. Кәртайғым келмейді. Ал енді маған ұнаған нәрсе, ұнаса, мен оны жердің астынан да тауып алам ғой. Енді соны мінекей маған суретте, мен бір суреттерді қарап отырсам, мынандай осы кроссовканы көріп қалдым. Сонда менде Нью-Йоркта подружкам бар. Сонда жібердім де, мынаны тауып бер дедім. Іздеп, 2 ай іздеп тауып берді. Бәрекелді. Мінекей 2 ай өзімді тағы да күттім, сол жақтан қашан келеді. Қазір мінекей 3 дүкен кроссовка толы, сізге бәрін тегін береміз деген, мынаны алып тастаңызшы деп сөйтіп мен келіспеймін. Айжан Нұрмағамбетова ұнайтын нәрсе міндетті түрде Айжанның қолында болуға тиісті. Ал мына костюмді өзіміздің қазақстандық дизайнер. Менде 20-дан астам жыл мен Сергей Шабонин деген дизайнер тігіп жүреді ғой. Бірақ мынаны рекламада көріп қалып, өзіміздің қазақстандық Салтанат деген, Салта деген дизайнеріміз. Көрдім, бардым, алдым. Солай? Керемет. Демек, сұлуда келбетті біздің көрермендеріміз эфирде әңгіме бағдарламасы және жоба қонағы Айжан Нұрмағамбетова.
Бәрекелді, Айжан ханым, тағы да қош келдіңіз деп айтуға рұқсат етіңіз. Шын жүректен қуаныштымыз. Енді бүгінгі біздің жобамызға сіз қай әнмен келдіңіз? Әрине ең бірінші осы мен танымал қылған әндердің бірі. Ол деген мен деп ойла деген Төлеген Мұхамеджановтың ең біріншіден Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөзіне жазылған. Керемет. Иә, көрермендер, өте әдемі және де танымал ән. Жалпы бұл бағдарламаны кім жүргізіп жатыр екен десеңіздер, мен деп ойла, бұл мен Тимур Умаров, ал қонақта Айжан Нұрмағамбетова, және де біз бастаймыз. Қадірменді көрермендер, біздің бағдарламамыз және де оның жүргізушісі мен Тимур Умаров танымал болу мақсатында арнайы сіздерге кереметтей тосынсый айдарын ұсынатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, бұл айдарда кімде-кім осы бейненің астында қызықты және креативті комментарий қалдыратын болса, сол біздің қадірлі қонағымыз алып келген мынау қызыл жәшіктің ішінде тұрған арнайы тосынсыйға ие болады. Достар, мүмкіндік деген барлықтарыңызда бар, сол себепті комментарийлеріңізді аямаңыздар, жазыңыздар, бәлкім сіз осы сыйлықты алатын боласыз. Ал біз болсақ, әрине Айжан ханымға көп рахмет айтамыз осы керемет сыйлық үшін. Әрине бұл не сыйлық екен ішінде құпия, сол себепті достар жазыңыздар, біз келесі бағдарламада біздің жеңімпазды анықтайтын боламыз. Және де достар, баршаңызға біз сәттілік тілейміз. Жалпы енді, Айжан ханым, сіз өзіңіз ашық мінезді адамсыз. Анау қазақта сөз бар ғой, аузын ашса жүрегі көрінеді деген, сол сіз жайлы айтылған ғой, неге сол сөзші. Енді мынау адамдармен көптеген бір жақсы ойлармен, жақсы жаңалықтармен бөлісесіз әрқашанда. Бірақ не дегенмен қазір бізде эксклюзивті жаңалықтар айдары. Демек сіз бүгінгі уақытта ешқай жерде айтылмаған, ешкім естімеген, тек қана бүгін осы студияның ішінде айтылатын су жаңа жаңалықпен бөлісуіңіз керек. Егер де сіз бұл шартты орындамайтын болсаңыз, мынау сіздің үлкен гардеробыңыздағы бір 20% киіміңізді біз көрермендердің арасында ойнататын боламыз. Сол себепті су жаңа жаңалық әлде киім ба? Мен ойымша біздің көрермендер Айжан ханым киімін алуға дайын, керемет қой киімдері. Жақсы, Айжан ханым, олай болса, бір су жаңа, ешкім естімеген, ешқайда айтылмаған бір жаңалығыңыз бар ма екен көрермендерге айтатын? Әрине мен көрермендерді ренжітпеймін. Сыйлығым жақсы болады деп есептеймін. Ал су жаңа жаңалық ешқайда айтпаған, ешқайда айтпаған су жаңалық. Ол деген, бір жарым жеті бұрын музейде концерт болған. Сонда ночь музея дейді ғой, музейдегі түн. Сонда маған сондай ұсыныс болды музейге, өзіміздің орталық музейге өзімнің бір костюмымды әкелу. Музейдің ішінде? Музейдің ішінде тұрады. Соны мен қазір жүрмін, осы юбилей дейді ғой, сол бір жерде айтқам да, мен осы интервью берсем, сол манекендерде 20 шақты, 30 шақты манекендерге өз киімді кигізіп, сөйтіп, олардың арасында жүріп, интервью берсем деген сондай арманым бар. Бірақ мен оны бір сұхбатта айттым, бір-екі кісі солай істепті. Мені естіп алып, менен ертерек істепті. Бірақ 5-6 костюмдермен қой. Бірақ не дегенмен сіз бөлексіз ғой енді? 50-дей костюмдерім бар деймін. Маған мен үшін өзімнің образдарым, костюмдерім өзіміздің қазақстандық дизайнерлардан жасалған, сосын бас киімнен бастап аяқ киімге дейін қазақстандық дизайнерлар. Мәссаған. Демек, музейдің... Сахнаға тек қана дизайнердің жасаған киіміне шықпа. Соным қазір мен ойлап жүрім. Сосын менің естуімше қазақ концертімізде өзіміздің музей бар. Соғанда костюмды бір кісілер айтқан. Даже қайсын осыны беріңізші деп сөйтіп айтқан. Бірақ музейге мен осы Томирис образынан шаштан жасалған, Парижге сұраған, Андрей Ткаченко деген, Андрес деген бар ғой, модельер, өзі сол Парижға апарам деген сол костюмді шаштан жасалған, соны музейға беретін шығарым деп. Сонда мінеке су жаңа. Керемет достар, расымен да
өте қызықты және де су жаңалық десек болады. Ал бұл эксклюзивті жаңалықтар айдары біз жалғастырамыз. Ал олай болса, Айжан ханым, ендігі кезекте сіздің әлеуметтік желі жөнінде айта кететін болсақ, жалпы мен байқағаным, сізде 100 мыңнан астам фолловерлеріңіз бар екен. Бұлайша айтқанда аңдушыларыңыз, енді сіздің фанаттарыңыз, жалпы сіздің өнеріңізді қолдайтын көрермендер. Енді бір сізге ұсынысым бар еді. Осы студияның ішінде отырмыз ғой енді. Керемет студияның ішінде, керемет бағдарламада дәл қазір телефонды алып, кішігірім бір история түсірсек. Видео түсіріп, бұлай бәріне сәлем. Мен Айжан Нұрмағамбетова, бүгін әңгіме бағдарламасындамын. Осы бағдарламаға қосылыңыздар, комментарий, лайктарыңызды аямаңыздар, бізбен бірге болыңыздар деген сияқты сондай бір видео жазсақ қалай болады екен? Жасайық. Жасаймыз ғой демек. Жасайық. Жақсы, керемет. Мен бұл ойлағам, қазір негізі сіз сияқты кісілер сразу бүйтіп айтатын еді. Ол бәрі ақша, ол тегін жасамайым деп. Сіз тегін істеп бересіз. Менде ондай емес. Менде ондай емес. Менде подружкаларым бар. Үлкен магазиндары бар, дүкендері бар. Сонда мен сұраса, мен ештеңе сұрамаймын. Бірақ оларға келгенде олар маған сыйлық жасайды. Мен мынау қазір енді жаздың сезоны ғой, мен мынау Астанада паркта бір точка қойып жатырмын, мороженое сататын. Соны бір реклама жасап берсеңіз қалай болады екен ертең? Болады ғой, Әрине болады. Ой, рахмет Айжан апай. Осындай ақ көңілді, ашық мінезді Айжан ханымыз ғой, енді негізі не дейміз енді? Аман болыңызшы апай. Енді мен қазір телефонды алайын, қалтамнан шығарып, бір керемет история түсіретін болсақ, сосын сіз осы историяны Инстаграмға салатын боласыз, Жақсы ма? Келістік па? Камера дайын. Достар, баршаңызға қайырлы кеш. Біз бүгін әңгіме бағдарламасындамыз, және де біздің жоба қонағы, кешіміздің қонағы, еліміздің танымал әртісі, мега звезда Айжан Нұрмағамбетова. Сәлем, достар. Жазылыңыздар, бізге келіңіздер, бізді көріңіздер. Комментарий жазыңыздар деп, бізбен бірге болыңыздар деп сөйтіп айтайын. Ай, бәрекелді, көп рахмет. Айжан Нұрмағамбетова және де мен Тимур Умаров. Әңгіме бағдарламасы. Бәрекелді, көп рахмет, достар. Құрметті оқырмандарымыз, жалпы естеріңізге сала кетсек, әңгіме бағдарламасы Қазақ концерттің жобасы. Қонақта Қазақ концерттің беделді солистері, әртістері, елімізге танымал жұлдыздар және де барша ұжым, ол тек қана Қазақ концерттікі. Ал ендеше Айжан ханым, жалғастыратын болсақ, жалпы енді әрине сізді сүйіп тыңдайтын көрермендеріңіз, тыңдаушыларыңыз бар. Бірақ сонымен қатар енді әрбір жұлдызда өзінің қазіргі заманның тілімен айтқан кезде хейтерлер дегендер бар ғой, Сіз жалпы сол хейтер деген кісілермен қалай күресесіз? Мен күреспеймін. Күреспейсіз. Хейтерлар болса, олар деген енді қазір деген хайп жасайтын уақыт қой. Хейтерларым өзінің беттерін көрсетпей жазатын кісілер ондай бар. Олар деген қашан көрінеді? Ана комментарийні қарасаң беті жоқ. Бірақ мен деген хайп жасағанда сонда ғана жазатын шығар. Анау хайп деген ол бір хайп, жас директорым айтты, давайте жасаймыз ана хайп деген. Онда Алишер Каримов маған звондады. Бүкіл әлемде ана Дженнифер Лопес жасады, Ресейде Паша Воля деген әйелмен жасады, Дима Билан деген сондай хайпты Алишер Каримов маған звондап айтты, жасайықшы деді, Қазақстанда бірінші болайықшы деді. Сонда мен қарап алып, ойбай, мен қазақтар жеп қояды ғой деп. Қорқасыз ба деп айтты, мен қорықпаймын дедім. Айжанға Нұрмағамбетова қорқасың ба деген ондай сөзі, қорқат деген сөзді жек көреді. Мен бір жағынан қорқсам осылай жүрмеймін ғой. Қорқсам мінекей сондай авангардный болып жүрмеймін ғой. Айжан Нұрмағамбетова болатын бедім дейсіз қорқсам. Сонда қорқасың деген сондай сөзді айтуға болмайды, сонда қорықпаймын дедім. Онда күтем деді. Ол 5-те звондады, 7-де үйіне келіп, сонда ана жазған кісілер, ойбай, байына обал болды ғой. Я говорю, ренжімеңді, не переживайте, бай рядом дедім. Байма келеді, байма кетеді. Сонда біз ана хайп жасадық қой Алишермен. Сонда мен ойбай, басқа жаңалықтар мен
Ол кезде как раз волонтерить еттім. 3 ай волонтер болдым, е. Сол жерде қаншама болды. Онда 200 ғана лайк, е, 200. Анаған 200 лайк. Сосын әр жерде ана как жаңалықтар деген сонда жұлдызды жаңалықтар. Сол же бәр жеріне қойды. Қалай қарайсыз? Дұрыс деді ме Айжан Нұрмағамбетова? Сонда Алишер Дұрыспай, мен дұрыс ғой. Алишер менің ер азамат, менің көйлегімді киіп, менің қасымда билеп тұрған азаматтарға ұрысқан жоқ. Мені, ойбай, ана айтады ғой, түйе бір неме десе жұт болады деген. Сондай бәр нәрсен, сондай хейтер. Мен ештеңе айтқан жоқпын оларға. Сонда айттым ғой, ойбай, жаулық киіп, намаз оқып дайындалмайсың ба? Сондай да сөздерді естідім, сондай жазған. Сонда бірақ 80% алсақ, 100% алсақ, 80% жақсы комментарий, 20% ғана онша емес, бірақ сіз ол нәрселерге жалпы былай мән бермейсіз, иә? Дұрыс қой. Жазат, өзімен өзі қалады. Қалады әрине. Бір жағынан мінеки жастарды бәрі, ой, біздің кезімізде ондай болған жоқ, бізде жас болдық, бізде жас болғанда сонда бізге де сондай сөздей біз естідік қой енді. Сонда мен ондай кемпір болғым келмейді. Мен жастарды жақсы көрем. Менің девизім өмірде, менің девизім бәрі білет. Мен жастарға мен қызғанбаймын деп. Мен олармен мақтанам деп сөйтіп айтады. Я им не завидую, я ими восхищаюсь деген. Это мой девиз. Концертіме де шақырам жастарды. Сосын ана бағдарлама болды ғой. Название можно передачи говорить или там, например, это кавер-шоу было же? Ана қазір кавер-шоу деген болды ғой бағдарлама. Бағдарлама, иә. Сонда маған берген әндерін, мынаны айтыңызшы, мына әнді айтыңызшы деген сонда жасым келді, өзім таңдайыншы деп сөйтіп айттым. Сонда таңдаған 2 әнім болды, ол жастардың әндері. Олар күтті ғой, Айжан Нұрмағамбетова қазір келеді. Иә, бір ескі ән айтады деп, есті ән айтады деп. Маған ұнағаны есімін атын білмей, Қазбек Құрайш деген білмей, бірақ сол әнді таптым ау сені деген, сол ән ұнады сонша. Таптым ау сені деген, керемет. Оның өзінің тарихы бар, е? Ол апасына арналған, апасын таптым ау сені деп сенді. Или өзі айтқанда махаббатын іздеген, е? Ал мен оны джаз-рокта жасап, жаңа бір леппен бердіңіз ғой. Өмірде көп қиыншылық көрген, жалғыздықтан көп жамандық көрген әйел атынан таптым ау сені деп. 40-тан астам, 50-ге келген өзінің махаббатын тапқанда, сол әйелдер атынан айттым. Қаншама әйелдер маған жазды. Тыңдап жыладым деп сөйтіп айтады. Сол әйелдердің атынан айттым. Ол жас әншінің әні. Ал екінші әнді, маған Бек Оралбеков деген менің вокалдық продюсерім өзі, менің досым деп айтам, бір жағынан жиенім. Сонда айтты, сен айттың ғой мына керемет ән деп. Аяу деген керемет әнші. Вот. Жап-жас. Кстати, бүгін, бірақ мына бағдарлама позже выйдет же. Бүгін Аяудың туған күні. Аяу туған күніңмен деп жаздым. Сонда Аяу деген керемет әні. Сыбырлайын деген. Сол әнді естідім, маған өте ұнады. Ол бірақ қыз сияқты сыбырлайын деп сөйтіп айтты ғой. А мен уже әйелдің атынан сыбырлайын. Немножко джаз қосып, преджазовала деп. Сол әнмен шықтым. Менің ойымша, кейбір уақыттарда жастардың өзі сізге қарап, бір үлгі алатын сияқты. Негізі керемет қой ол. Адамдар жас деген нәрсеге қарамай, әрқашанда көңілі жайнап, ойнап жүрсе, өмір бақи жас болады, дұрыс қой. Сізде сондай ұстаным деп ойлаймын мен. Қазақ концертпен гастрольге шығамыз ғой? Өзің білесің ғой? Мен көп шығып жүрген әншілердің бірім ғой. Ана, как это, старшего поколения деп айтады ғой. Сонда мен бір айтқанда, бізбен жүретін әлгі айтым, неге мені көп шақырасыздар? Жастар айтты дейді, Айжан Нұрмағамбетова керемет гастрольға шығуға. Неге десе, она не токсичная деп айтты. Я не токсичная. Сол ғой, адамдар сол сіз айтқандай не токсичный болса, әрқашанда жас болып жүреді, дұрыс қой, Айжан апай. Сіз келісесіз ғой. Мысалы, басында Айжан ханым деп айттың, ал қазір Айжан апай деп.
Бұл былай қойын, былай қарасаңыз, адам өзі мынау ішкі сондай бір жалпы ұстаныммен жүрсе, әрқашанда жас болады. Иә, ол күмәнсіз ол нәрсеге былай қарасаңыз, енді простой пример дейді ғой. Мынау барабанщигіміз жасы 22-де, түріне қарасаң, бір 52-де сияқты мысалы былай қарасаңыз, иә. Сол сияқты жас болып жүріңіздер, достар, Айжан ханым сияқты әрқашанда ойнап, жайнап жүрсеңіздер, өмірлеріңізде сондай болады. Көп-көп рахмет, ал біз әрмен жалғастырамыз. Қадірменді көрермендер, әңгіме бағдарламасында лайфхак айдары. Айжан ханым, лайфхак дегеніміз не? Ешкім істемейтін, істемеген нәрсе шығар. Сен өзің тек қана сен істейтін. Дұрыс айттың ба? Негізі дұрыс, былайша айтқанда енді сізге көмектесіп жіберейін, бір нәрсені оңай және тез жолмен істеу тәсілдері, иә? Демек, әр адамның өмірінде өзінің бір лайфхактары болады. Енді көрермендерді мазалайтын сұрақ, Айжан Нұрмағамбетовада қандай лайфхактар бар дейді. Бір нәрсені қалай тез істеуге болады, бір мақсатқа қалай тез жетуге болады деген сияқты бір адамның жолдары болады ғой, былайша айтқанда. Иные пути деп айтамыз ғой біз енді. Сол өзіңіздің бір жиі қолданатын лайфхактарыңыз бар ма? Жоқ шығар. Жоқ. Во-первых, айтады ғой, былай пути дегенде мен тік жүрем. Жоқ, енді сіз қазір өмірдегі жалпы жолыңыз айтып тұрсыз ғой. Мынау үйде болсын, тамақ жасағанда болсын, бір ешкім білмейтін бір секрет дейміз ғой, сондай бір секреттеріңіз, лайфхактарыңыз бар ма, жоқ па? Жоқ, иә? Қазір есіме келмейді ғой. Үйге барғанда, ой, былай айту керек еді деп сөйтіп айтады. Сондай өкінеміз ғой, былай неге айтпадым деп. Тамақ пісіретін деп сөйтіп айтқанда, дайындайтын деген айтқанда, мен здесь шальная мысль возникла. Знаешь, какая? Мен өмірде қолымнан бәрі келеді, е? Тұрмысқа шығайын дегенде, сонда бәрі айтады ғой, тұрмысқа неге мына кісіге шықтыңыз деген. Сонда менің айтқаным, әгер екінші күн тұрмысқа шық деп айтқанда, мен айттым, тұрмысқа шықпаймын. Фамилия, неге десең, фамилиямды өзгертпеймін, тамақ қолымнан ештеңе келмейді, әнді тастамайын деп сөйтіп айтқанда, фамилияң керек жоқ, әндетіп жүр, қолымнан ештеңе келмейді дегенде, сонда менің қолымнан бәрі, өзімнің қолымнан бәрі келеді деген. Сонда әрине мен алдадым, қолымнан бәрі келеді, мен тігемді, бәрін істеймін, бірақ бір нәрсе, ол менен он лучше меня готовит, деп айтайын. Лайфхак, как научить, лайфхак, знаешь какой? Как можно не готовить дома дегенде, ну, редко же готовим, да? Нужно найти мужа, который готовит лучше, чем ты. Керемет, керемет, қыздар, осындай жігіттерді іздеңіздер, сонда сіздер Айжан ханым сияқты боласыз. На берегу договаривайтесь. Иә, жақсы, естеріңізге сала кетсек, бүгін біздің кешімізге, біздің бағдарламамызға Айжан ханым өзінің репертуарындағы кереметтей ән «Мен» деп ойланы алып келген болатын. Жалпы Айжан ханым сұрайтын болсақ, бұл ән сіздің осы репертуарыңыздағы әндердің ішінде жалпы қандай орын алады сан бойынша, және де бұл ән қалай дүниеге келген? Соны қысқаша айтып берсеңіз. Есімде жоқ. Мен Төлеген Мұхамеджановтан сұрадым. Қай жылы біз шығардық сол әнді? Күй таспа шықты ғой. Оның есінде жоқ. Пластинканы қараңызшы дедім. 84-ші жыл болса, бұл әнге 40 жыл болды. Ал енді 86-шы жыл шықса, онда 38. 2 жылдан кейін 40 жыл болады. Сонда біздің кезімізде қазір, біз ән іздейміз, біздің кезімізде біз жас болғанда, бізді іздейтін, әншілерді іздейтін, сазгерлер. Сонда, мінеки, бір жағынан үлкен құрмет, ол кезде жас болып жүргенде, сол 12 әннің ішінде, мінеки, сол кезде мен Төлеген Мұхамеджановқа айтқым, опять лирический әндер, мынандай ән бола ма, билейтін деп. Сонда ренжіп жүргенде, жаздым, эстрадный симфонический оркестрмен жаза салдық, сонда менің білмегенім, осы сол күй таспада 12 ән, сол 12 әннің ішінден 11-ін есімізде жоқ, ал менің әнім мінеки 40 жыл бәрінің есінде. Осы кезге дейін сол әніме рахмет айтам. Ол менің визитный карточкам болды. Мен ол кезде Нұрмағамбетова 14 әріптен тұратын менің фамилиямды айта алмағанда, әнекей мен де бойла кетіп бара жатыр деп сөйтіп айтатын. Әрине содан соң бұл ән бірінші орында. Сонда мінеки өмірде қанша жыл, 20 жыл өткеннен кейін, 20
жыл өткеннен кейін, ең біріншіден өзіміздің, менің анам Мұқағали Мақатаев деген ақынымызды сондай жақсы білет, жақсы көрет. Түнде бүйтіп оятсаң Мұқағали Мақатаевтың сөзі шығады. Бәрі есте. Сонда мінекей сол әннің сөзін жазған Қазақстанымыздың мақтанышы, великий ақын казахского народа деп айтады Мұқағали Мақатаев. Сонда 20 жыл өткеннен кейін тағы бір ән репертуар келді. О деген сонда визитный карточка деп осы айтуға болады. Неге десеңіз, 23 жыл болады биыл. Ол деген Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөзіне жазылған «Бақыт» деген әні. Керемет, тамаша. Ендеше достар, жалпы көптеген көрермендердің бір мазалайтын сұрақтары бар бізде. Енді солардың бірі және бірегейі Айжан Нұрмағамбетова бұл әнді Қайрат Түнтековпен дуэтте айтқан. Бірақ қазіргі таңда Айжан Нұрмағамбетова бұл әнді қандай әншілермен айтатын еді, және де айтпайтын еді. Мүлдем, жалым сұраса да айтпайтын еді дейді. Олай істейік. Қазір екі әнші кіммен сіз айтқыңыз келетін еді осы әнді, екі әнші кіммен мүлдем айтпайтын едіңіз. Сөйтейікші. Мен деп ойла әнін екі әнші сізбен бірге орындай алады. Олар сіздің ойыңызша? Ең біріншіден мінекей Қайрат Түнтековті мен өзім таңдадым. Маған айтқанда мына әншімен айту керек деп. Сонда ең біріншіден айтайын. Маған сол ұсыныс 2008 жылы айтты, біз қазір бағдарлама сондай болады, ескі әнді таңдап, оны жас әншімен айту керек. Сонда мен айттым, мен өмірімде бір әншіден әнді қайталаған жоқпын. Жаман болса да, жақсы болса да 200-ден астам өзімнің әндерім бар. Өзімдің ақындар мен сазгерлер жазып берген композиторлар. Сонда мен айттым, өзімнің әнім айтам деп. Сонда, қандай ән? Мен деп ойланым. Ол кезде қанша жыл болды? 2008 жылы 22 деп айта салдым. Сонда әншінді өзім таңдайын дедім. Таңдағанда Қайрат оны таба алмайсың деді. 2005 жылы Суперстарда победа жеңіп, бір уақытта қайда екенін ешкім білмеді. Мен оны таптым. Шымкентте тауып алып, аранжировка бәрі дайын. Сонда айтқамда, мына жерде бір нотаны өзгертпей, бірінші куплет сен айтшы, өзіңнің мелизматикаң деді. Ал екіншін мен өзгерттім деді. Сонда Қайрат Түнтеков, ол менің таңдауым. Ал содан кейін Еңлік деген әнші, жас әнші айтты оны, ескі таспа деген. Сонда маған звондап, можно деп сөйтіп айтқанда, әрине дедім. Бірақ мен Еңліктен күткенім, ғана жерде рэп болады, мынау болады. Сонда сол Еңлік айтқанда, мен сияқты, мен жас кезімде айтқанда, сондай айта салды. Ал қазір кіммен айтпайым дегенді, ешқашан мен айтпайым. Әрине, ол этика жағы, айтпайым. Ал кіммен айтайын деген список бар ма? Или жай айта салайым? Жоқ, жай айтуға болады. Демек, өзіңіздің бір жүрегіңізде, осы жігітпен осы өзіміздің қазақ концертті алайық. Қазақ концертте өзімізде керемет әншілер бар, е? Солардың ішінде біз жаңа жылды қарсы алғанда бәріміз коллективмен отырдық. Сонда караоке болған. Сонда караокеде бізде керемет бір әнші. Ол деген халық әндерден бастап, да фирмы дейді ғой. Фирманың ғана шетелдің әндеріне бәріне лайықты. Дауысы да керемет. Райм Уайс. Вау, керемет, жақсы. Екінші адам? Жай ғана атын айтсаңыз болады? Атын айтсам. Мен негізі осы бағдарламаны бастамас бұрын интернетте былай отырып, бір-екі видео қараған болатын. Сол кезде Азия тобындағы Ринат Басит деген жігіт сізбен айтқысы келіп жүрген. Солай ма? Иә. Неге айтпайды? Онда өзі айтайын деп еді ме, или Азия тобымен бірге айтайын деп еді? Ол жағын білмедім, мен оны сөйлесіп көру керек. С удовольствием Азия тобымен. Азия тобы, және де Айжан Нұрмағамбетова. Және Айжан Нұрмағамбетова. Ойбай. Керемет. Шошып кеттім. Қадірменді көрермендер, эфирде Айжан Нұрмағамбетова, және де бізде кішігірім бір ойын. Айжан ханым, дәл қазір енді өзіңізге мәлім, мен деп ойла әнін жалпы барлығы біледі. Оның мелодиясы, әуені жалпы бәріне танымал, бірақ кішкентай бір ұсынысым бар. Қазір біз мүлдем басқа бір әнді алатын боламыз, яғни оның жай ғана мелодиясын, және де мен деп ойла әнін текстін алып, сол әнге қосатын боламыз. Демек, мысалы ретінде келтірейін сізге Құсни Қорлан әні, бірақ
текст Айжан Нұрмағамбетова «Мен деп ойла» репертуарынан сол әнді алып қосатын боламыз. Енді әрине бұл жай ғана эксперимент, осы сіздің әніңіз жаңаша түрде қалай шырқалады екен деп біз көргіміз келген ниетіміз бар. Сол себепті біздің жанымызда отқан маэстро бір ән ойнап берсе, сол әнге «Мен деп ойла» текстін қоятын болса, қалай қарайсыз? Жақсы көр, жақсы. Керемет. Қандай әнді орындаймыз? Қандай мелодия аламыз? Қай әннің ырғағымен қазір осы ойынды атқаратын боламыз? Ертерек неге сондай сұрақтарды айтпадыңыздар? Өйткені біздің бағдарламамыз ол шынайы бағдарлама, бізде тек қана improvisation. Yes? Білмеймін. Құрметті көрермендер, дәл қазір біздің эфирде кереметтей кішігірім эксперимент. Демек, Айжан ханым өзінің танымал «Мен деп ойла» әнін сіздерге жаңаша түрде орындап беретін болады. «Мен деп ойла» әнің текстін аламыз, сөзін, және де бір танымал белгілі әннің әуен ырғағымен Айжан ханым сондай бір кішігірім сіздерге шоу жасап береді. Сонымен Айжан ханым дәл қазіргі сәтте эксперимент ретінде кімнің әнін алып, өзіңіздің әнін сөзін алып қосатын боламыз? Ну пусть это будет мужская песня. Өзінің тональность жағынан, қазір енді пусть это будет Александр Серов. Мәссен, Александр Серовтың қай әні? Ну его знаменитая песня, ең танымал. Я люблю тебя за слез деген ән болсын. Мен сені жылағанша сүйемін. Жылағанша сүйем. Жақсы, олай болса, енді менің негізі қолымда сіздің әніңіздің сөздері бар. Берейін ба, бермей қойын ба? Беріңіз. Берейін ба? Жақсы, олай болса, біреудің әніне айтқанда өзі әннің сөзін ұмытып қаласың. Иә, мынау планшет сізге, оның ішінде «Мен деп ойла» әні жазылу тұр. Біз дайынбыз ба? Дайындық керек па? Сразу ұрамыз ба? Кеттік. Қадірменді көрермендер, эфирде әңгіме бағдарламасы және де Айжан Нұрмағамбетова «Мен деп ойла» әнін жаңаша түрде сіздерге сыйламақ. Қабыл алыңыздар. Сағындым ғой дедің, ау, жаным мағандым. Бұлт көрдің бе таулардан мамырлаған, сол менің ақ жанымның аппақ жалыны, аулақтап ауылымнан дамылдаған, аулақтап ауылымнан дамылдаған. Мен деп ойласам ал бол, есіп көткен мен деп ойланы серде, есі кеткен жаным ау деп қосайық. Мен деп ойла өзіңді, әр күн сайын жаным ау деп, сәулем ау деп. Мен деп ойла өзіңді, мен деп ойла сәулем ау. Керемет, көп рахмет. Иә, қадірменді әңгіме бағдарламасының көрермендері, өздеріңіз осы кереметтей сәтте Айжан Нұрмағамбетова бізге «Мен деп ойла» әнін сіздерге осындай бір кавер версиясын ұсынған болатын. Керемет, ал біз болсақ дәл қазір сіздердің назарларыңызға кереметтей «Мен деп ойла» әнін оригинал нұсқасын ұсынатын боламыз. Олай болса, Айжан Нұрмағамбетова «Мен деп ойла» әнімен қабыл алыңыздар. Сағындым ғой
есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла, мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Естідің бе аспанның күрсінгенін, сол менің саған деген тылсым демім, ұйықтап жатса оянсын, ояу болса, күңіренген жанымды білсін дедім. Мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла, мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, мен деп ойла, мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла, мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла, мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Мен деп ойла. Браво, браво, браво! Айжан ханым, көп-көп рахмет сізге. Негізі бұл ән менің де өмірімде, менің жалпы музыкалық бір репертуарымда өте бір зор орын алатын ән, шыны керек, өте көп тыңдаймын. Және де барша көрермендердің атынан, өзімнің атымнан сізге көп-көп рахмет айтамын осындай керемет ән үшін, орындап бергеніңіз үшін осы біздің жігіттермен. Ендеше дәл қазіргі сәтте бізде насихат айдары. Насихат айдары дегеніміз, демек сіз қазір 1 минуттың ішінде барша біздің көрермендерімізге, отандастарымызға өзіңіздің бір насихатыңызды, бәлкім бір құттықтау сөзіңізді айтып кетсеңіз болады.
Жастарға деген бір тілегіңіз болса, мархабат, осы камераға қарап, барша біздің көрермендерімізді құттықтап өтсеңіз болады. Ең біріншіден жасым келді ғой, енді сөйтіп айтайық, енді үлкен болғасын, жасым үлкен болғасын, енді баршаңызға ең біріншіден еліміз аман болсын деп айтайын. Еліміз аман болсын, үлкендеріміз 100-ге келсін деп айтады. Жастарымыз бақытты болсын деп айтады. Баршаңызға ең біріншіден бірінші орында ол денсаулық тілеймін. Денсаулықтарыңыз зор болсын, махаббаттарыңыз ешқашан сөнбесін. Сөйтіп айтайын, шапағаттарыңыз мол болсын деп сөйтіп айтайын. Тимур тезірек үйленіп кетсін. Баршаңызға денсаулықтың зорын, шапағаттың молын, махаббаттың жалынын тілеймін. Ал енді жастарға, осындай сен сияқты әншілерге, жас әншілерге тілейтінім, сахнада жүрген жастарыңыз мол болсын деп, ұзақ болсын деп. Ең біріншіден өздеріңіздің сазгерлеріңізді, ақындарыңызды, өз әндеріңізді табыңыздар. Біз кеткеннен кейін, бізден кейін айтады ғой, тарихта ешкім қалмайды деп. Тарихта Абай қалар. Үлкен кісілеріміз сондай. Ленин, Сталин дейді, сондай қалады ғой. Ал біз кеткенде тарихта біз қалмайтын шығармыз, бірақ бізден кейін әндеріміз қалса, соған мінекей. Сұлу да келбетті Айжан ханым, осындай кереметтей жүректен шыққан, жүрек жарды сөздеріңіз үшін мыңда бір алғыс айтамыз. Осы көрермендердің атынан мыңда бір алғыс. Және де бүгін эфирде Айжан Нұрмағамбетова, достар. Аса қадірлі көрермендер, сіздермен қоштасатын уақытта келіп жетті. Ал бүгін қонақта болған Айжан Нұрмағамбетова. Ал біз болсақ, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош, сау саламатта, бай қуатты болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, достар. Көп рахмет, Айжан ханым. Спасибо большое. Прекрасный эфир.